Қай жылдар екен, біз кішкентай кезде сол жаққа кеткен, әкем мен шешем Афганистанда туылған, мен атам көшбасшы болған. Сөйтіп Иранға барып, мен Иранда туылып, діни отбасыда келдім. Сол жерде Иранда бір екі сыныпты оқыдым, орамал жамылып, ұлдар бөлек, қыздар бөлек. 97-ші жыл, 96-шы жылдың декабрінде біз Шымкентке көшіп келдік. Сол кезден бастап менің ішімде тек қана қорқыныш болды. Өйткені үнемі қорқынышты дүниелер, шектеулер айтылды. Қабірге барасың, тозақ шаян шығады, жылан шығады. Сосын барып тозаққа кіресің, орамал қашың көрінсе тозаққа кіресің. Ән айтсаң, жер қарғайды. Аяғыңды аспанға көтеріп жатсаң, аспан қарғайды. Тек қана қорқыныштар. Сол кезде мен жылайды, баламын. 7-8 жасар бала, 9 жасар. Неге бәрі қарғай береді? Құдай, сен не сондайсың ба, деп қорқыныштысың ба? Неге сен қарғайсың? Неге сен отқа сала бересің? Неге жылан шаян шаға береді? Неге деп, сол әкешем айтқанын, шектеулерін барлығын одан кейін медресеге берді. Мен қаласам да, қаламасам да 4-ші сыныпқа дейін мектепте оқыдым. Орамал жамылғаннан кейін мен оққым келген жоқ, ары қарай мектеп жалғастырғым келген жоқ. Одан кейін 12 жасымда медресеге бардым. Басқа медреседе болдым, одан өткізіп 16 жасымда басқа медресеге алдап апарды, сектаға. Сол жерде болдым. Барлық жер мен ана уағыздар, молдалардың айтатынын айтсам, мына жақта көп қарсы шығып жатыр. Айналайын, мені 7-9 баламды алады, дені алады деген ол манипуляциясы исламның. Қорықпаңыздар, сіз ештеңеге ештеңе болмайды. Құдай тек қана сонда орамал жамылып, сақал қойып, намаз оқып жүргендерді ғана қолдап, қорғап. Басқа қанша Европада халық бар, әлемде қаншама халық бар, олардың бәрін сонда қорлайды дейсіздер ме? Барлығын тозаққа салады дейсіздер ме? Ақымақ садикте жүрген балаға бұның барлығы анық, айқын. Садиктегі жүрген баланың өзі бұны айыра алады. Иә. Жоқ. Біз тағы бір дүниені айтсам болады. Мен Саудияда тұрған кезде әкем, шешемді және енемізді бұрынғы алдырдық да қажылыққа умраға апарамыз дедік. Сөйтіп балаларым әкесі 4-еуміз барамыз. Мен қолымда кішкентай бала, 6 айлық. Сөйтіп ыстық күн. Сол кезде барған кезде умраны айнал дейді да. Әке, жаңа шешем де діндегі адам ғой, шешем де, жаңа балаларым әкесі де қоймайды. Мен айналмаймын, мынау 50 градус ыстықта мына бала не қылады? Маған сені шайтан азғырып тұр дейді. Мен айтам, шайтан мен кішкентай бала градустың не қатысы бар? Мінеки сіздерге нақты өмірімнен өткен. Мен айтам, шайтан менен қолымдағы баланы не қатысы? Мен жасамаймын дедім. Керегі жоқ, тасы да керегі жоқ, қара тас та керегі жоқ, қағба да керегі жоқ. Кәне мені ұрып кетті ма Құран? Қорықпаңыздар. Ешкім сізді ұрмайды. Қазір исламда жүрген барлығының қорқынышы сол. Ұрып кетеді, соғып кетеді, қисайып қаласың, анау өліп қалады. Сіз Құдайды кім деп ойлайсыз? Кім деп ойлайсыздар? Сізді қара тасқа сыйынбаған үшін ұрып кетсе, намаз оқыған үшін ұрып кетсе, мен мына жерде шындықты, бар болған шындықты өмірді айтып отырсам, менің балаларым 9 баламды алып кетсе, кім сонда? Қатыгез, айдаһар, жауыз ба? Ақылдарыңызға салыңыздар, өтініш. Мен ғалым да емес, ештеңе оқыған, 4-ақ сынып оқыдым.
менің санам жетіп, ақылым жетіп отқан нәрсеге сіздер мектеп бітірдіңіздер, университетті бітірген шығарсыз, сіздерге жетпей отыр ма? Сонда мен түсінбеймін, мен айттым, мен айналмаймын дедім. 7 рет түгіл 1 рет те айналмаймын. Сен де келіп отырсың сонша жерден Мекке, біз Рият пенен Меккенің арасы 9 сағаттық жолдан, сен сонда соны айналмайсың ба? Мен айналмаймын, маған керегі жоқ дедім. Умрасы да керегі жоқ, басқасы да керегі жоқ, ештеңесі керегі жоқ маған. Мен бала мынау 6 айлық баланы мына күннің ыстығында 6-7 ма 8 айлық оны айналып жүрмеймін деді. Сенің ішіңде сонда менің ішіме шайтан кірген, шайтанның үлкені кірген. Айналайын кісілер, үлкенсіздер кішісіздер ма, ақылды сананы қосыңыздар кішкене. Менің ішіме шайтан кірген, бала 8 айлық, градус 50 градус. Мен сіздер айналып, сіздер сауапты алыңыздар дедім. Сөйтіп бардым да бір жерге барып, көлеңкеге барып отырдым. Олар айналды, білмеймін. Сол жерде бәрін жасап қойды, айналды. Мен соны қарадым да күліп отырдым. Мен не істеймін басқа? Күлесің болды. Жеткен жері сол болса сананың. Дұрыс айтасыз. Әрине, сол үшін осында отырған 600 қанша адамға айтарым. Бізге де ешкімге сенбеңіздер, өздеріңізге ғана сеніңіздер, Құранды оқыңыздар. Ол Құранды нақты тарих, анау серадан бастап, Құран кәрімнің аяттарын, тәпсірлерін, одан кейін хадистерін бәрін оқып шықсаңыздар, бұл Құдайдың атын жамылып, адамдарды басқару құралы екендігін түсінесіздер. Айып етпесеңіз, Қайрат қосып жібересіз бе? Иә. Ол кісі өзі шығып кетті ма деп тұрмын ғой мен. Енді мен бұл жерде мынаны айтайын деген едім да, мына жерде 600 адам жиналып отыр, бағана біз бастағанда 200 адам еді ғой. Сол мына Фатима қарындас 3 жыл бойынша Саудияда өмір сүрген. Сол мұсылман болып, солардың ішінде жүріп, орамалын тағып, хиджабын тағып жүрген, енді қазір Қазақстанға келіп, өзім қазағым, елім деп орамалын шешіп, отбасына ие болып, осылай ашықтан ашық өзінің позициясын, азаматтық өзінің көзқарасын білдіріп отыр. Оған сіздер діншілдер келіп, ой, сен орамалды шешкеніңді айтпа, тыныш жүр демеңіздер. Ол Құдай болатын болса, Құдай өз дінін қорғап алады. Құдай өзінің дінін қазақтарсыз ақ қорғап алады. Бізге мұқтаж емес, сізге мысалы Арман жаным саған, маған мұқтаж емес. Неге соны бүйтіп қорғап, қолпаштап шығасыздар, түсінбеймін. Сонда ол әлсіз ба өзін қорғап қолдауға? Айтыңыз, аға, жалғастыра беріңіз. Сол үшін мына жерде отырған ағайындар, сіздер естіңіздер, біліңіздер. Менің бұл жерде айтқаным жаңағы ислам дінінің жасырын тұстары бар. Біз қазақ қоғамына теріс келетін, жаңағы Арман деген жігіт айтты ғой, мен өзім асырап алған балама 50 жасқа келгенде, ертең қазір 30-дағы жігіт болса 50 жасқа келгенде сол өзімнің асырап алған баламның ажырасып кеткен әйелін алып аламын деп. Бұл мына Құранның 33-ші сүресінің 50-ші аятында жазып тұр. Мұхаммед пайғамбарға Құдай рұқсат беріп қойды. Сенің нағашыларың, жиендерің, бөлелерің, жаңағы немере қарындастарың, двоюродный сестрең олар, соларды ала бер дейді. Ол мынау сіз білесіз ғой, Иранда алады ғой, дұрыс па? Немере ағайындар. Иранда да алады, Сауд Арабияда алады, Ауғанстанда да болдым, Ауғанстанда да алады. Барлығы ала береді. Өйткені шариғат рұқсат береді. Шариғи үкім бойынша осылай немере ағайындарынан бір-бірінен туыстық қарым-қатынасты сақтамай, қазақ сияқты жеті атаны сақтамай, олар бір-бірімен үйлене береді. Ол деген, былайша айтқанда, өте мынау қоғамның, біздің қазақтың несіне өте төмен түсінік, қазақтың дүниетанымына. Біз жеті ата болмай қыз алыспаймыз, біз жеті ата болмай туыстықтарымызбен, бірінші дәрежеден ет жақын туыстарымызбен, яғни олар бөле, сен жеті атадан бөле нағашы, жиен, олар ешқайсысын әйел етіп, қатын етіп алмайды, немесе соған күйеу болу, күйеуге шықпайды оған. Қанды бұзады. Ал біз Құранда сол жазып тұр. Сенбесеңіздер 33-ші сүренің 50-ші аятын алдарыңызға шығарып оқып беремін. Мына жақта қазір мен ашып оқып бере қояйын. Мінекейіңіздер. Так, мен главныйға лақтырып жіберсін. Қазір өзім главныйға шығартып алайын. Сосын кейін көрсете қоямын. Так, мына жерде мінекейіңіздер. Қараңыз. Мынау Құранда Ақсап сүресінің 50-ші аятында былай дейді: ардақты пайғамбар,
біз саған мақырын берген әйелдеріңді соғыстан түскен олжа ретінде Алланың өзіңе нәсіп еткен күңдер. Еще сол адамды құл қылып, күң қылып пайғамбарға нәсіп етіп қойғанда, көрдің бе? Соғыстан адамды құлдыққа алып алады. Қазір құлдық деген жоқ қой, айналайындар-ау. Өзіңмен бірге Мәдинадан, өзіңмен бірге Алла жолында Мәдинаға қоныс аударған әкеңнің бауырлары. Әкеңнің бауырлары деген двоюродный сестренкаларың. Немере қарындастарың. Апа қарындастарың қыздары. Інілері апа. Жиен, апа қарындастарың қыздары саған жиен болады. Және анаңның бауырлары, ол нағаш болады. Апа сіңлілерінің қыздары дегеніміз, ол бөлелерің болады. Адал еттік дейді, қарашы. Адал еттік деп жазып қойған. Адал еттік деп. Сондай-ақ мақыр сұрамай-ақ өзім пайғамбарға бағыштаған мүмин әйелді әрине егер оған некелесуді қаласа адал қылдық. Біреу бір қатын өзінің тегіннен тегін пайғамбарға бергізгісі келсе, оған айтады, болды, ол да адал дейді. Бұл соңғы үкім дейді. Бұны жаңағы мақырсыз қатын алу тек қана пайғамбарға тән. Ал мұсылмандарға әйелдері мен қол астындағы күңдері жайында не айтқанымызды осыдан бұрын білдірдік. Ендеше бұл үкім мақыр атамай-ақ әйел алу пайғамбарлық аса ауыр міндет болғандықтан үйлену мәселесінде қиналып қалмау үшін өзіне таңғылдық дейді. Жаңағы пайғамбарлық ауыр екен да, сол үшін қатын алуда қиналып қалмасын деп пайғамбар бүкіл туыстарын қатын етуге Құранда рұқсат беріп қойған. Мінекейіңіздер. Сіздер жоқ дейсіздер ме? Осы Құранның ішінде тұр. Міне, Құранның ішінде тұр. Аударғандар бұны еще қаяқта оқығандар? Айн Шамс университеті. Айн Шамс деген осы Саудияда ма? Әл-Асқар не деген білеміз? Мысырда. Айн Шамс мысалда, Айн Шамс университеті сол жақта оқып келген Әкімханов Асқар деген жігіт. Мінекейіңіз, осының бәрі Құранда жазып тұр да, қазақтар, ағайындар өзіміздің қазақтың жолы, қазақтың дәстүрімен айнымаған дұрыс. Құдай керек болатын болса, қазақтың салтынан, дәстүрінен қарсы келмейтін сондай құдайды бар деп біліңіздер. Сол құдайға табыныңыздар. Сол құдайдан демеу сұраңыздар, медет сұраңыздар. Ата-бабаңыздың аруағы сізге көмектеседі. Айдаладағы сүйегі шіріп кеткен анау Мұхаммедтің Авраамның еш сізге қатысы жоқ, ағайындар. Оларға салауат айтып, оларды мадақтағаннан сізге келіп кетер түк те жоқ. Вот мінекей. Әрине Қайреке. Енді қазақтың осы тілі, дәстүрі, тарихы сол ғана ұстап тұр ғой. Егер біз дәстүрімізді ертерек қабылдамай, одан бас тартқан болсақ, мойындамай бас тартқан болсақ, мына араб бірлескен мемлекеттері қазір 22 мемлекеттен құралады. Сол жердегі сомалилер болсын, тағы басқа қара нәсілділер ешқандай арабпен қатысы жоқ. Солардың өздері ескі тарихына қарасаң, анау 60-қанша жылдарғы видеоларына қарайтын болсаң, өздерінің дәстүрлі киімдері болған, дәстүрлі тілдері болған, тарихы болған. Осы соңғы жылдары бөтен барлығы қара жамылы өзінің ұлттық киімдерінен бастарып бәрі қара жамылып кетті. Мектептерде, университеттерде бәрі араб тілінде өтіледі. Енді қара, сен осы радикальный исламды жолға алып, соны қорғап, қоштап жүретін болсаң, сен бірінші тіліңнен, екінші дәстүріңнен, үшінші тарихынан айырыласың. Ал тілі жоқ, дәстүрі жоқ, тарихы жоқ халық, ол бодан халық болып есептелінеді. Толыққанды кіресің, арабизацияға ұшырайсың, еліңді ел етіп сақтап қалу өте ауырға түседі. Мына Палестинаны көріңіздер, Сирияны көріңіздер, не болып атқаны. Ол дін деген өзі 70-4 мазхабқа бөлінген. Ол қазір одан да көп. Сен өзі бөлініп тұрған дүниені, сен біріктіресің, өзінің басын біріктіре алмай жатқан дүние қалай қазақтың басын біріктіреді? Қазаққа мейлі атеист болсын, агностик болсын, деист, тәңірші болсын, қарапайым мен мұсылманмын деп жүрген адам болсын, қазақтың тілі үшін, дәстүрі үшін, тарихы үшін ешқайсысы бас тартылмайды. Сол мәселе келген кезде біздің басымыз қосылады. Ал сен дініңе келгенде басымыз қосылмайды. Өзінің басын біріктіре алмай жатыр ол. Өзінің басын біріктірсе, онда жөнеді, жарайды, мойындайық. Сол себепті біз дәстүрімізден, тілімізден, тарихымыздан бас тартпай, керісінше қарсы шықпай,
осы дін үшін сендер біздің тілімізге, дәстүрімізге, тарихымызға қарсы шығып жатқандарың ол қазаққа қиянат болып есептелінеді ағайындар. Алғыс.